Қайырлы күн, мен Ахмеджар Құсайынов атындағы мектеп әуежай кешенінің 10 сынып оқушысы Әмірхан Ақнұр. Болашақ жас психологпын. Психология бойынша өз ойыммен бөліскім келеді. Психология 21 ғасыр мамандығы. Қазір кез келген мекемелерде психолог мамандығы болуы шарт. Жастардың қоғамдағы психологиялық вирустарға иммунитеттері өте әлсіз. Қазіргі заманда психология саласының адам өміріндегі маңыздылығы мен өзектілігі зор болып келеді. Мысалы, бұрынғы заманда бір әулеттің ішінде бірнеше отбасы өмір сүріп, олар дастархан басында кез келген мәселені шеше білген. Ал қазіргі заманда бір отбасыда бауырлар бір-бірін түсінбей, олар бір-бірімен ашық сөйлесе алмайтын жағдайлар көп кездеседі. Міне, бұл жерден заман ағымына қарай адамдардың мінез құлқындағы қасиеттерінің өзгергендігін, ерекшелікті байқай алмай қалады. Психологиядағы менің басты мақсатым балалар өмірге еш қорқынышсыз, зұлымдықсыз қарап, олар алдарында бір ғажап жұмбақтың шешімін табатындарына және де алда ашық, жарқын болашақ күтетініне сенсе екен деймін. Психологтардың міндеті жас ұрпақтың психологиялық денсаулығын нығайту, ал оны қалыптастыратын басты орта ол отбасы. Ата-ананың бір-біріне жылы қарым-қатынасы, сезімі тікелей балаға беріледі. Жылуы мол қарым-қатынастағы отбасында өскен баланың стресс, депрессияға қарсы иммунитеті мықты қалыптасады. Мұндай отбасыдағы бала сабырлы, әр нәрсеге төзімді болады. Зымыраған уақыттың өзіне ілесіп, дамумен қатар өзгеру, сүрінсең де мойымау, құласаң да қайта тұрып жүгіру бүгінгі күннің басты талабына айналғандай. Адамға адам дем беріп, қолтығынан демесіп, ішкі ойын түсініп, көңілін көтеріп жүрсе биік шыңға жетеді. Ол ойлар мені біраздан мазалайды. Болашақта кім болам, қайтсем еліме көмегім тиер еді деген сауалдардың салдарынан туған еді. Меніңше, қоғамдағы заман талабына сай болу үшін болашақтың мамандығы ретінде психолог игеру жөн деп санаймын. Соның ішіндегі педагог-психолог нағыз болашақтың мамандығы деп есептеймін. Өйткені, педагог-психолог мамандығының басты міндеті әлемнің гуманитарлық бағыттағы кәсіби келбетін қалыптастыру болып саналады. Ол жалпы адамзаттық құндылықтарын тасымалдаушысы, өзінің өмірлік және кәсіби мағынасын табуға жүзеге асыратын, оның өзгелердің жасауына көмектесетін педагог-психологтардың алғашқыларын болжап отырады. Мұндай маман иесі оқу пәнінен оқушылардың алдын алуына, ашылу тәсілдерімен айналысатын оқытушы ғана емес. Сондай-ақ ол зиялы ғалым, мәдениет бастауларына қайта оралушы философ, білім алушылардың ішкі сұхбатына белсене араласып, өз дауысын естуге көмектесетін, түсінетін ерекше есім иесі. Қайырлы күн оқушылар, алдарыңызда жас психолог 10 сынып оқушысы Әмірхан Ақнұр сіздерге осы өзінің тренингтерін бөліскісі келіп отыр. Жақсылап қатысуларыңызды сұраймыз. Құрметті оқушылар, мен Әмірхан Ақнұр 10 сынып оқушысы, осы жас психолог сайысына қатысқалы отырмын және сендердің көмектеріңмен менің жасаған тренингіме белсене қатысып отырмыз. Ең бірінші өтетін тренингіміз жылулық сыйла тренингі, яғни бұл арқылы біз оқушыларды адами құндылықтарға баулайтын боламыз, яғни адамның оқушылардың бойындағы мейірімділікке баулу және жылулық сыйлау, бір-біріне деген қайырымдылыққа үйрету және осы ойын арқылы өмірде өз орындарыңды сезіндіру және маңыздылығын ұғындыру. Үнемі дайындықпен келетін оқушыны құшақта. Кім? Әдемі сурет салатын оқушыны құшақта. Жайнаған көздерменен жолықсақ қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, Қыдырәлі. қандай жақсы. Бізде екінші өтетін тренинг бұл арт-терапия деп аталады, яғни мейірімді жүрек. Бұнда алдарыңызда берілген
маркер, фломастер және бет арқылы берілген тапсырманы орындайсыздар. Яғни екі көрші құшақтасу арқылы бір қолдарымен бір сурет салынады. Сағыныш лаулағанда көп болып көрмегенге көріскен қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолықса қандай жақсы. Сіздерден бақ табамыз, сіздерден бата аламыз, той болса төрімізде. Осы тренинг арқылы сендерде Бар болса қандай жақсы, бар болған қандай жақсы, бар болған қандай жақсы. тренинг ең деп аталады. Яғни мұнда тақтада тұрған қағаздарға мектептегі ең адал, ең сабырлы, ең әдемі, ең мейірімді ұстаздарыңды, достарыңды немесе сыныптастарыңды жазасыңдар. Яғни бір-бірден келіп, осы жүректің ішіне адамның атын жазасыңдар. Көңілдер жібек болып, жүрекке тілек толы, жолықсақ күн досылай, қуаныш себеп болып, жолықсақ қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Бір қадам алға жүресіңдер, барлығы бірге. Ал алмұрт дегенде бір қадам артқа. Жаңағыдай Жайдарлы жүздерменен, жып-жылы сөздерменен, бірлестік. Сендерге мына ақша керек пе? Керек. Керек пе? Керек. Несі? Керек пе? Бұл ойынды ойнау арқылы түйілген түйін, яғни ақша қанша жерде езіліп жатса да, сендер керек емес өз ойларыңды айтыңдар. Осы ақша сияқты өздеріңнің құндылықтарыңды, ең басты өздеріңе деген құрметтіліктеріңді, байлықтарыңды жоғалтпаңдар. Яғни осы ақша сияқты барлығын өздерің үшін маңызды, құнды болу керек. Өз-өздерін сыйлай білу керек. Сіздердің байлықтарыңызды көрсететін ақша емес, сіздердің байлықтарыңызды көрсететін рухани адамгершілік. Осы жүректі кию арқылы сендерге мейірімділігімді, қамқорлығымды және шуағымды шашамын. Яғни жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Махаббат меңдегенде, жүректер шөлдегенде, сағыныш лаулағанда, көп болып көрмегенге көріскен. Құшақтау арқылы мен сендерге өзімнің қамқорлығымды және мейірімділігімді сөктім деп ойлаймын. Яғни бір-біріне осылай қамқор, кішіпейіл және бір-біріне деген сыйластықтарды ешқашан жоғалтпаңдар. Бір-біріңді құрметтеңдер, сыйлаңдар.